Сәлем достар, бүгінгі біздің видеомызға қош келдіңіздер, және бүгінгі видеомыздың тақырыбы астрономия дегеніміз не? Жалпы осы видеомыздың тақырыбына біз толықтай шолу жасайтын боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Астрономия бұл жер атмосферасынан тыс ғаламдағы барлық нәрселерді зерттейтін ғылым. Оған көзбен көре алатын нысандар, мысалы күн, ай, планеталар және жұлдыздар кіреді. Сондай-ақ ол тек телескоптар немесе басқа құралдар арқылы көрінетін алыстағы галактикалар мен ұсақ бөлшектерді қамтиды. Сонымен қатар ол тіпті мүлдем көрінбейтін қараңғы материя мен қараңғы энергия сияқты құбылыстар туралы сұрақтарды да зерттейді. Түнгі аспанға қарағанда біз белгілі бір үлгілерді көреміз және олардың түсіндіргіміз келеді. Ерте дәуірдегі бақылаушылар түнгі аспанға қарап жұлдыздардағы белгілі бір үлгілерді байқаған. Біз оларды шоқжұлдыздар деп атаймыз. Бұл шоқжұлдыздар орындарын өзгерткендей көрінгенімен өз пішінін өзгертпейді. Әлемнің әр түкпіріндегі адамдар оларға атаулар беріп қойған. Мысалы ретінде Орион, аңшы немесе арыстан деп аталады. Олар туралы аңыздар айтқан. Сіз бұл аңыздарды мифтер немесе астрология ретінде білетін шығарсыз. Астрология қызықты болуы мүмкін, бірақ ол астрономиядан өзгеше. Астрология ол ғылым емес. Сондай-ақ алғашқы бақылаушылар аспандағы жұлдыздардың арасындағы жылжып жүретін жарық нысандарды байқады. Ежелгі грек философтары бұл нысандарды планета деп те атады. Бұл грек тілінде кезбе деген мағынаны білдіреді. Планеталар бізге жақын ғарыштық көршілер, олар шынымен қозғалады. Олар жер сияқты күнде айнала орбита бойымен қозғалады. Аспан шексіз, және ондағы нысандардың арақашықтығы өте үлкен болуы мүмкін. Көзбен қарағанда жұлдыздар кішкентай жарық нүктелер сияқты көрінеді. Алайда олар кішкентай емес. Олар күн сияқты алып, жанған газ шарлары. Жұлдыздар бізден өте алыс орналасқандықтан ғана кішкентай болып көрінеді. Біздің күн жүйемізге ең жақын жұлдыз 4 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Бұл шамамен 20 триллион мильді құрайды. Жұлдыздың бізден қаншалықты алыс екенін қалай білуге болады? Қашықтықтағы жұлдыздар бізге жақын орналасқандығымен салыстырғанда күңгірт болып көрінеді. Бірақ бұл әдіс онша сенімді емес. Өйткені жұлдыздардың жарықтығы әртүрлі. Аспанда жарқырап көрінетін кейбір жұлдыздар шын мәнінде бізден өте алыс емес. Олар жай ғана өте үлкен және жарық, ал кейбірі жақын жұлдыздар керісінше күңгірт. Мысалы, күнге ең жақын жұлдыз Проксима Центавра өте әлсіз және кішкентай болғандықтан оны көру үшін телескоп қажет. Сондықтан астрономдар жұлдыздардың қашықтығын анықтау үшін параллакс деп аталатын өлшеу әдісіне сүйенеді. Олар жақын орналасқан жұлдыздарды әртүрлі екі орыннан бақылайды және оның басқа әлдеқайда қашықтағы жұлдыздарға қатысты орнын салыстырады. Ғарыш бізге әлі талай сырларын ашады. Ал біз оны бірге зерттей береміз. Егер бұл тақырып қызықты болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше достар.